20 ғасырдың басында Қазақстанда болған қоғамдық саяси жағдайлар туралы не білесің? Қазақ зиялылары қанды жексенбіні қалай қоштады? Қазақтардың саяси іске араласуы неден басталды? Мемлекеттік думаға қазақ ұлтынан сайланғандар кімдер? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 20 ғасырдың басында Қазақстанда болған қоғамдық саяси жағдайлар туралы не білесің? 1905 жылдан 1907 жылға дейін бірінші орыс революциясы болып өтті. Осы кезеңде қазақтардың петициялық қозғалысы да басталды. Қазақ зиялылары қанды жексенбіні қалай қоштады? Қазақтың белгілі ақыны, этнограф, тарихшы, шежіреші Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Ресейдегі оқиғаға арнап қанды жексенбі өлеңін жазды. Дала уәлаяты газетіне жарияланған осы өлеңімен Сарыарқа кімдікі толғау үшін патша жандармдары оны тұтқындамақшы болады. Бірақ Мәшһүр Жүсіп 4-5 жыл бойына Орта Азияға өтіп кетіп аман қалады. 20 ғасырдың бас кезінде қазақтар арасында петициялық қозғалыс етек алды. Қазақ зиялылары өмірлік маңызды мәселелерді петициялар жолдау арқылы шешуге тырысып көрді. Ол петицияларда жер және дін мәселесі, халыққа білім беру сынды алуан түрлі талаптар қойылды. Петицияға Семей облысына қарасты Қарқаралы уезінен халық арасына кеңінен танымал беделді 42 қазақ қол қойды. Олардың ішінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаев, Темірғали Нұрекеев тағы басқалар болды. Кейіннен Қарқаралы оқиғаларының басшылары қуғынға ұшырап, Жақып Ақбаев Якутияға жер аударылды. Осы тарихи оқиғаларға белсенді араласқан Әлихан Бөкейханов 1905 жыл жөнінде бүкіл дала саясат аясына тартылып, азаттық үшін қозғалыс тасқынының құрсауына енді деп жазды. Қазақтардың саяси іске араласуы неден басталды? Қазақтардан мемлекеттік думаға кімдер сайланды? Қазақтардың саяси іске араласуы зиялылардың Ресей мемлекеттік думасына қатысуынан басталды. Бірінші мемлекеттік дума. Қазақ депутаттары думадағы мұсылман фракциясы құрамында қызмет етті. Думада жер мәселесін талқылау өте тартысты жүрді. Думаға Қазақстаннан 9 депутат, оның ішінде қазақтардан 4 депутат қатысты. 1906 жылғы бірінші мемлекеттік думаға қазақтардан Торғай облысынан Ахмет Бірімжанов, Уфа губерниясынан Сәлімгерей Жантөре, Орал облысынан Алпысбай Қалменұлы, Астрахан губерниясынан Бақтыгерей Құлманов, Ақмола облысынан Шаймерден Қосшығұлұлы, Семей облысынан Әлихан Бөкейханов сайланды. Дума 9 шілдеде патша жарлығымен таратылды. Екінші мемлекеттік дума 1907 жылдың 20 ақпанынан жұмыс істеді. Думаға Қазақстаннан 14 депутат қатысты. Олардың 6-ы қазақ ұлтының өкілдері болды. Екінші мемлекеттік думаға сайланған қазақтар: Ақмола облысынан Шаймерден Қосшығұлұлы, Торғай облысынан Ахмет Бірімжанов, Семей облысынан Темірғали Нұрекеев, Сырдария облысынан Тілеулі Алдабергенұлы, Жетісу облысынан Мұхамеджан Тынышбаев, Орал облысынан Бақытжан Қаратаев, Астрахан губерниясынан Бақтыгерей Құлманов. Екінші думада қазақ зиялылары Столыпиннің аграрлық реформасын сынға алып, қоныстандыру саясаты қазақ шаруашылығын күйзеліске ұшыратуы мүмкін деген алаңдатушылықтарын білдірді. Дума 1907 жылы 3 маусымда таратылды.